Ассалаумағалейкум, ғылым және ауыл арнасының құрметті көрермендері. Бүгін біз сіздермен Голландия, яғни Нидерланд елі жайлы айтатын боламыз. Себебі бұл ел ауыл шаруашылығынан жылына 100 миллиард евро табыс тауып, Америка құрама штаттарынан кейінгі екінші орында тұр екен. 100 миллиард евро табудың құпиясын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Қазақстанның ауыл шаруашылығының осы деңгейге жеткенін қаласаңыз, арнамызға лайк басып тіркеліңіз. Неге Америка құрама штаттары жайлы емес, Голландия жайлы? Америка құрама штаттары бірінші орында ғой дейтін боларсыздар. Себебі бұл ел жер көлемі кішкентай. 1 километр квадрат жерге 496 адамнан келеді. Салыстырмалы түрде Америка құрама штаттарынан 250 есе кішкентай. Ал Қазақстаннан 66 есе кішкентай ел. Осындай аз ғана жерден мұндай үлкен көрсеткіш көрсетіп отыр. Әрине, үлгі тұтуға лайықты. Голландиялық сүтті сиыр, голландиялық сүтті ешкі, голландиялық гүлдер дегенді естіп жүрміз ғой. Ал сіз картопты ең көп экспорттайтын ел Беларусь немесе Ресей деп ойласаңыз қателесесіз. Картоп пен пиязды ең көп экспорттайтын ел Голландия. Жалпақ тілмен айтқанда номер 1, ал жалпы көкөніс экспортында екінші орында. Голландия ғылым мен еңбекті ауыл шаруашылығына бөліп отыр. Қызанақ өсіріп, томат экспортына бірінші орын алатын елде жылыжайлар өте көп. Олардың ең үлкені 70 гектардан асып кетеді екен. Егер сіз бұған аса қатты таң қала қоймаған болсаңыз, онда Голландия елі жылына тек дән сатудан ғана 1,7 миллиард доллар табыс тауып отыр десем таң қаларсыз. Бұл шындық. Көкөніс дәндерін сатуда 1,7 миллиард доллар табыс тауып, жалпы әлемдік сатылымда бар көкөністің 1/3 бөлігі осы Голландияның еншісінде. Голландиялық егінші шаруалар 2000 жылдан бастап пестицидтерден, ал мал бағатын шаруалар 2009 жылдан бастап антибиотиктерден толықтай бас тартқан болатын. Яғни барлығы таза табиғи өнім шығаруда. Айтпақшы, әлемдік деңгейде бірінші болып құс етіне деген сұраныс артады деп дабыл қаққан да осы голландиялық ғалымдар еді. Бүгінде Голландия құс фермаларымен де мақтана алады. Біз Голландияны өзімізге үлгі етіп алуымыз керек. Өйткені бұл елде халық саны біздікімен шамалас. Анығырақ айтқанда 17 миллион халқы бар. Голландияда жылыжай шаруашылығы дамығаны соншалықты, кейбір аудандарда егін егуге арналған жердің 80%-на жылыжай салынған екен. Ендеше біз осы дәрежеге қалай жетеміз? Жылыжай сала беруіміз керек пе? Жоқ. Голландиядағы ауыл шаруашылығының ең басты құпиясы ол Вагенинген университетінде. Бір ғана университетте ауыл шаруашылығының барлық түрі зерттеліп, дамытылып отыр. Мысалы, бұл университет зертханасында тек картоптың 280 түрі зерттелуде. Неге? Әрине, шаруаларға мол өнімді картоп өсіру үшін. Және бұл университет ғалымдары жылыжайдағы зиянкестерді өлтіру үшін химиялық дәрілер емес, өрмекшілер дайындауда. Сіз қате естіген жоқсыз, өрмекшілер. Себебі өрмекшілер зиянкестермен қоректенеді. Ал көкөністер мен адамдарға еш зияны жоқ. Осылайша ғылым табиғат заңдылығына бағынуда. Бізге ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ сірә. Голландиядан сүтті ешкі алып кел, болмаса ұрғын алып кел. Сүтті сиыр алып кел, болмаса ұрғын алып келсек, соларды өсірсек, сүт өндірсек, болмаса солардыкіндей етіп жылыжай салсақ, шіркін-ай. Біз қашан осы деңгейге жетер екенбіз? Қашан ғылым мен ауыл біргер екен? Айтпақшы, Ұлыбританияның Protect Planet зерттеу агенттігі, яғни қазақшалайтын болсақ, планетаны қорғау агенттігі мәліметінше, Қазақстан жер қойнауындағы байлыққа қол сұқпай, тек жер өңдеу мен егін егіп мал бағу арқылы өз халқын асырай алады екен. Бұған сенуге болады. Өйткені жер көлемі жағынан 9-шы, ал жайылымды жер көлемі жағынан 5-ші орындамыз. Шерхан ағамыз айтқандай, алтын сандықтың үстінде жалаңбұт отырғанымыз қалай? Біздің бұл видеомызды жасауымыздағы басты мақсатымыз сізге ауыл шаруашылығындағы ғылымның қаншалықты маңызды екендігін түсіндіру еді.
Келесі видеомызда ауыл шаруашылығындағы ГМО, яғни гендік модифицировалған организмдер туралы айтамыз. Себебі сіз ауыл шаруашылығының қай түрімен айналыссаңыз да бұны білуіңіз керек. Егер видеомыз сізге ұнаған болса, лайк басып арнамызға тіркеліңіз. Ауыл шаруашылығын бірге дамытайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.